Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін біздің кішкентай ханшайымы Жансаяның дайындайтын сметанник пирогының видео рецептісімен бөлісетін боламыз. Пирогқа қажетті барлық ингредиенттер видеоның астында жазылып тұрады. Видеода көрсетілгендей, ұн мен майды қолмен видеодағыдай араластырып аламыз. 100 грамм қант қосып араластырамыз. Кейін қопсытқышты салып, тағы да бір араластырып аламыз. Бір жұмыртқа салып, әдемілеп жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды салфанға болмаса пищевая пленкаға салып, тоңазытқышқа 20 минутқа салып қоямыз. Салмасына қаймақ, жұмыртқа, қант салып 10 секундтай араластырамыз. Енді форманы дайындап аламыз. Астына фольганы төсеп, қамырды екі бөлікке бөліп, астыңғы жағын видеодағыдай жайып аламыз. Екінші бөлігінің шет-шетіне бортиктер жасаймыз. Бір келкі қылып, айналдырып бортик жасап шығамыз. Кейін дайындаған салманы құйып, духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Сіздерге видео ұнаса,